Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді, ерекше әрі тез дайын болатын алма қосылған пирог дайындап үйренетін боламыз. Ең бастысы бір жасағаннан ақ өте жақсы шығатын болады. Ал ендеше менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен алмаларымызды жақсылап жуып, осылай бөліктерге бөліп кубиктап турап алатын боламыз. Барлығын осылай турап аласыздар. Одан кейін газдың астын баяу етіп қойып, үстіне қантымызды құйып аламыз. Және қантымыз ерігенше осылай біркелкі масса пайда болғанға дейін араластырып отырасыздар осылай. Біркелкі масса пайда болғаннан кейін үстіне сары майымызды саламыз. Сары майымызды салып, оны да ерігенше біркелкі масса пайда болғанға дейін қозғап отырасыздар араластырып. Оттың астын баяу қоясыздар, қатты қайнап кетпеуі тиіс. Осылай ерітіп аласыздар. Біркелкі массамыз дайын болғаннан кейін үстіне тураған алмаларымызды салып араластыратын боламыз. Оның үстіне корицамызды салып араластырамыз. Баяу отта 5 минутқа қойып, одан кейін суығанша бір шетке алып қоямыз. Енді қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамызды ыдысқа салып, үстіне қантымызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң үстіне бөлме температурасындағы майымызды саламыз. Бізде сары майымыз қатты сұйық болып еріп кетпеу керек және қатты болмау керек. Бөлме температурасында болу керек. Және шанышқының көмегімен осылай майымызды бөліктерге бөліп араластырамыз. Осылай барлығын араластырып аламыз жақсылап. Біркелкі болғанға дейін араластырып, үстіне разрыхлитель саламыз. Разрыхлителімізді салып, оны бір араластырып аламыз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді шығатын болады. Және бір жасағандарыңыздан ақ шығатын болады. Араластырғаннан кейін үстіне ұнымызды салып, оны да араластырамыз. Видеода көрсетілген мөлшерде ұнды салып араластырасыздар. Бастапқы кезде шанышқының көмегімен араластырасыздар. Одан кейін қолымызбен қамырымызды араластыратын боламыз. Достар, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Осындай ерекше және өте тез дайын болатын әрі оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Міне біздің қамырымыз осылай қатты бірікпейді бір-біріне. Видеода көргендеріңіздей болу керек. Міне осылай қамырымызды, ұнымызды, майымызды барлығын жақсылап араластырып аласыздар бір-бірімен. Міне барлығын араластырып алдық. Енді формамызды алып, қамырымыздың жартысын салып, жайып шығатын боламыз қамырымызды. Үстінен қолымызбен баса отырып, осылай біріктіретін боламыз. Қамырдың үстінен басып, қаттырақ басып істесеңіздер, қамыр осылай бірігетін болады. Песочный болып шығады. Осылай үстінен қаттырақ басып біріктіреміз. Шеттеріне.
Енді үстіне дайын болған начинкамызды салып аламыз. Суытып алуды ұмытпаңыздар, ыстық күйінде салмаңыздар. Начинкамыз суығаннан кейін ғана үстіне салыңыздар. Осылай үстіне салғаннан кейін біркелкі етіп жайып шығамыз. Барлық жеріне бірдей етіп жайып шығамыз. Енді барлығын жайып болғаннан кейін қалған қамырымызды үстіне қолымызбен үгітіп сеуіп шығамыз. Өзі ұсақ болып ұнтақталып тұр. Сонда да қолымызбен ұнтақтап бөліп осылай сеуіп шығамыз, ұнтақтап. Барлық жерін бірдей жабатындай етіп, біркелкі етіп бетіне себетін боламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұны сатып алатын болсаңыздар, мысалы магазинде қымбат тұрады. Если өздеріңіз керек ингредиенттерді алып қолдан жасайтын болсаңыздар, өте арзанға түседі және қолжетімді заттармен жасалынады. Міне достар, біз барлығын бетіне сеуіп, біркелкі етіп сеуіп алдық. Енді пешімізге салып алатын боламыз. Ешқандай да қиын емес, басқа пирогтар сияқты көтерілмей қалады деп те қорықпайсыздар. Міне достар, біздің пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, міндетті түрде өте жақсы шығады. Міне қараңыздар. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.